Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пицца дайындайтын боламыз. Әрине, пиццаның салмасы да қамыры да әртүрлі болады. Біз бұл жолы тез арада дайын болатын, бар жоғы 15 минутта дайын болатын пиццаның өте оңай рецептісімен дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқа, 4 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез, жарты шай қасық тұз бен жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте үстіне алдын ала еленіп дайындалып қойған 6 ас қасық ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, сұйық қамыр дайындаймыз. Осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Тез дайын болады, әрі өте дәмді және қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін табамыздың бетіне пергамент қағазын төсеп, үстіне аздаған май жағамыз да қамырымызды пицца формасына келтіріп жайып шығамыз. Үстіне 1 ас қасық томатымызды немесе 1 ас қасық кетчупымызды жағып шығамыз. Және үстіне майдалап туралған аскөкті, яғни укропты сеуіп шықтым. Келесі кезекте колбасамызды қойып шығамыз. Колбасаның орнына үйде піскен ет болса да жарайды. Енді үстінен үкіштен өткізілген сырымызды, яғни ірімшігімізді қойып шығамыз. Мен өзім духовкама 15 минутқа 180 градусқа қойып пісіріп алдым. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сіздерде байқап көріңіздер. Міне дәмді пицца тез арада дайын болды. Тез дайын болатын болғандықтан бұны таңғы асқа немесе түстен кейінге шайға дайындап жеуге болады. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де Құдай қаласа, алда талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге де ас болсын.